Денеңізден шығатын жағымсыз иіс сізді жайсыз жағдайға қалдырады. Оны кетіруден бұрын шығу себебін анықтап алыңыз. Жалпы жағымсыз иіс терлеудің нәтижесінде пайда болады. Себебі терлеу барысында бактерия көп бөлінеді де, нәтижесінде қолтықтан жағымсыз иіс шыға бастайды. Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында қолтықтағы жағымсыз иісті қалай кетіруге болатыны туралы бірнеше әдістермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Қолтығыңыз терлеген кезде үй жағдайында төмендегі әдістерді қолданып көріңіз. Ең бірінші, гигиена сақтаңыз. Қолтығыңыз терлеген кезде ылғалды сүлгімен, артынан құрғақ сүлгімен сүртіңіз. Күніне кем дегенде 1 рет душ қабылдаңыз. 2-3 сағат сайын қолтығыңызды сабынды сумен жуғаныңыз жөн. Бактериямен күресіңіз. Бактерия ылғалды жерде қатты өршиді. Сондықтан терлеген кезде құрғақ сүлгімен сүртуді ұмытпаңыз. Алдымен қолтығыңызды түктен тазартыңыз. Киіміңізді жиі ауыстырғаныңыз жөн. Мейлінше киіміңізді басқа киімдерге араластырмай, бөлек сабынмен жуған дұрыс. Жаман әдеттерден арылыңыз. Темекінің иісі жағымсыз екенін білесіз. Сол секілді спиртті ішімдіктен де жұпар иіс аңқымайды. Сондықтан да жаман иісті денеңізге сіңдіріп алмау үшін барынша сақтаныңыз. Темекі шегуді, арақ ішуді доғарғаныңыз жөн. Су режимін сақтаңыз. Су өмір. Сіз бір тәулік түгілі 1 сағат сусыз жүре алмайсыз. Сондықтан күніне кем дегенде 6 стакан су ішуге әдеттеніңіз. Бұл қолтықтан шығатын жағымсыз иісті жоятын қасиетке ие. Себебі су ағзадағы улы токсин мен шлакты сыртқа шығарып, бактерияның пайда болуына жол бермейді. Сондай-ақ дұрыс тамақтаныңыз. Қолтықтағы жағымсыз иіске тамақтану мәзіріңізде себеп болуы ғажап емес. Мүмкіндігінше құрамы пробиотикке бай тағамдарды тұтыныңыз. Күніне 1 рет табиғи йогурт ішіңіз. Оған қоса жасыл түсті көкөністерді көбірек жеңіз. Ал майлы, қуырылған тағамдарды, кофені шектегеніңіз жөн. Қолтықтағы жағымсыз иісті халықтық еммен де кетіруге болады. 1 ас қасық алма сірке суын 1 стакан суға араластырып, ыдысқа құйыңыз. Басына сепкіші бар қалпақ кигізіп, қолтығыңызға себесіз. Немесе мақтаны алма сірке суына малып алып, қолтығыңызды сүртесіз. Ас содасы 1 шай қасық соданы 1 шай қасық лимон шырынымен араластырып, қолтығыңызға жағасыз. Шамамен 2 минуттан соң қолтықтағы қоспаны жылы сумен жуу керек. Соданың жағымсыз иісті кетіретін қасиеті бар екені ежелден белгілі. Лаванда майы. Шағын ыдысқа 10 тамшы лаванда майын құясыз. Оған 2 шай қасық ас содасы мен 3 шай қасық жүгері крахмалын араластырып, бетін жауып қойыңыз. Ыдысты күн тимейтін салқын жерге қою керек. Шамамен 5-7 күннен соң дайын болған қоспаны қолтығыңызға жағыңыз. Емді күнде жүргізу қажет. Емнің жүргізу ұзақтығы 10-12 күн. Антибактериялық қасиеті бар лаванда қолтықтағы жағымсыз иісті жойып, терлеуін тоқтатады. Жалпы ағзадан тер шығу бойдағы термореттеуге қажет. Табиғи физиологиялық процесс. Тер бездері адамның бүкіл денесінде, оның ішінде қолтықта да орналасқан. Дене температурасы көтерілген сәтте тер бездері сұйықтық, яғни тер бөле бастайды. Осы процесс арқылы тер денені салқындатуға көмектеседі. Қолтық асты әсіресе жазда спортпен шұғылдану, физикалық белсенділік және стресс кезінде жиі терлейді. Егер денеден тер бөліну процесі нормаға сай болса, ол қалыпты жағдай. Ал егер шамадан тыс көп болса, онда ағзада ақаулар пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдай патологиялық болып саналады және гипергидроз деп аталады. Осындай патологиялық жағдайларда тер әсіресе қолтықта, алақанда немесе бүкіл денеде көптеп бөлінеді. Яғни адам белсенді жұмыс жасап, ештеңеге алаңдамаса да, ыстықтап, спортпен шұғылданбаса да, денеден тер көп бөлінеді.
Жалпы адам без жұмысын саналы түрде басқара алмайтындықтан, ол денеден тердің бөлінуіне кедергі келтіре алмайды. Тершеңдіктің бірнеше себептері болуы мүмкін. Тұқым қуалаушылық, вегетативті жүйке жүйесінің жоғары белсенділігі, эндокриндік патологиялар, жүрек ритмінің бұзылуы, артық салмақ, зат алмасу процесінің бұзылуы, көп мөлшерде дәрі ішіп, салдарынан ағзаны улау, яғни дәрілік заттардың жанама әсерлері болуы мүмкін. Гипергидроздың нақты себебін анықтау мүмкін емес. Көбінесе ол тұқым қуалайды және адамдарда 20-30 жаста пайда бола бастайды. Егер қолтық жазда күйзеліс кезінде немесе физикалық белсенділік уақытында терлесе, онда арнайы шаралар қолданудың қажеті жоқ. Ал егер керісінше көп қимылдамаған жағдайда тершеңдік белгілері болса, онда маман кеңесіне жүгінген жөн. Сол сияқты кешкі және түнгі уақытта көп терлесеңіз, дәрігерге қаралыңыз. Себебі ол иммундық жүйенің бұзылуы немесе ағзада инфекцияның болуы, сондай-ақ онкологиялық аурулардың белгісі болуы әбден мүмкін. Егер терлеген сәтте әлсіздік, бас айналу байқалса, онда бұл қандағы глюкозаның күрт төмендеуінің белгісі болуы да мүмкін. Гипогликемия талып қалуға және диабеттік комаға әкелуі мүмкін. Үй жағдайында тершеңдіктен қалай арылуға болады? Қан айналымын тездетіп, дене температурасының жоғарылауына ықпал ететін ащы тағамдардан бас тарту керек. Жүйке жүйесінің бұзылуына жол бермей, өз эмоцияңызды басқарып үйреніңіз. Халықтық емдеу әдістерін қолданыңыз. Түймедақ, жалбыз, емен қабығының қайнатпаларын ішіңіз. Бұл шөптер бактерияға қарсы қасиеттерге ие және қолтықта жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды жоюға көмектеседі. Сондай-ақ лимон қышқылы кез келген микробтар мен жағымсыз иістен құтылуға көмектеседі. Лимон шырынын жағымсыз иістен арылуға таптырмас құрал болғандықтан, оны қолтыққа мұқият жағып қойған дұрыс. Жақсы душ қабылдап болғасын, әлі де дымқыл болып тұрған проблемалы жерге ас содасын жағып, 5-7 минут күткен соң жылы сумен жуып тастаңыз. Жағымсыз иістен арылу үшін розмарин майы ерекше көмектеседі. Бұл май бактерияға қарсы құрал ретінде кеңінен танымал. Сондықтан оның бірнеше тамшысын сүлгіге тамызып, проблемалық жерге жаққан дұрыс. Бұл тәсіл лезде арылуға көмектеседі. Киімді жуып жүруде өте маңызды. Егер сіз киімнен терді жуып алмасаңыз, бактериялар көбейіп, оны одан сайын сасық етеді.